Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Әлиханов атындағы бастауыш сынып мұғалімі Маутқали Алмас Маутқалиұлы. Бүгін сіздерге 4-ші сынып жаратылыстану сабағын ұсынамын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы пайдалы қазба деген не? Бүгінгі сабақта сенің білетінің пайдалы қазба туралы ұғым, пайдалы қазбаны қолдану саласын ұғыну, сенің меңгеретінің пайдалы қазбаны өндіру тәсілдерін түсіндіру. Ал енді есімізге түсіріп көрейікші. Табиғат ресурстар деген не ол? Табиғат ресурстар деген табиғаттан алынатын барлық заттар. Яғни айналамызда қоршап отырған су, ауа, жануарлар дүниесі, жер, өсімдік, жел, топырақ, пайдалы қазбалар ресурстарға жатады. Неліктен кейбір ресурстарды пайдалы қазба дейді? Пайдалы қазба дегеніміз жер қыртысынан қазып алынып, оны адам қажеттігіне жарататын табиғи ресурс. Жерден қазып алынатын болғандықтан қазба десе, адам қажеттілігіне пайдаланғандықтан пайдалы деп атайды. Жер қыртысындағы пайдалы қазбалардың жиынтығы кен деп атайды. Енді зерттеу жасап көрейік. Үй салу үшін қандай пайдалы қазбалар қолданылады? Керекті заттар: маркер, парақ керек сендерге. Енді мына сұраққа жауап берейік. Үй салуға қажет болатын заттардың тізімін жаса. Үй салу үшін бізге не қажет? Қалай ойлайсыңдар? Есік, кірпіш. Тағы неге керек деп ойлайсыңдар? Сол керек заттарымыздың тізімін жасайық. Енді бұл заттардың қайсының жерден қазып алынады? Зерттеу жасап көрейік. Жақсы. Енді пайдалы қазбалардың өндіру тәсілдеріне тоқталып кетсек. Пайдалы қазбалар жерге жақын, болмаса жер түбінде орналасуы мүмкін. Жерге жақындарды экскаватормен қазу арқылы шығарылады. Оларды қазып алынған жерлер үлкен ойыстар мен карьерлер пайда болады. Олар ашық әдіс дейді. Оларға көп күш қажет етпейді. Ал енді жер түбіндегі пайдалы қазбаларды арнайы шахта қазып алынады. Оларға көп күш техника жұмылдырады. Бұндай әдісті жабық әдіс дейді. Оларда арнайы вагондармен шығарылады. Ал енді сұйық, мұнай сияқты қазба байлықтарды оларды жерде бұрғылау арқылы арнайы сорғыштармен сорып шығарылады. Қазір сендер пайдалы қазбалардың өндірудің 3 тәсілімен таныстыңдар: ашық әдіс, жабық әдіс, бұрғылау. Енді ойланайық. Бұрғылау орындарының қандай ұқсастығы мен айырмашылығы бар? Ойланып қарайықшы. Мұнай тек қана құрлықта емес, суда да болады екен. Мұнда қарасақ, мұнай екеуінде де айырмашылық. Ол жерде біреу құрлықта, екіншісі суда орналасқан. Екеуінде де ұқсастық. Екеуі де жер түбінде орналасып отыр. Тақырыбымыз түсінікті болса, онда тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Жер қойнауынан алынатын ресурсты көрсет. Сендерге берілген дискриптор жер қойнауынан алынатын ресурсты көрсетеді. Қанеке ойланып жауап берейік. Көмір, жануар, рулон мата. Қалай ойлайсыңдар? Ойланып жауап берейік. Жақсы балалар. Егер жауап берсек, онда жауабымызды тексерейік. Жауабымызды бағдаршам әдісі бойынша тексеріп кетейік. Егер жауабымыз дұрыс болса, жасыл түске, қате болса, қызыл түске, егер жауап беруден қиналсақ, сары түске бояйық. Жақсы. Ол болса, келесі сұрақ.
сәйкестендіру әдісі бойынша жауап берейік. Сендерге жаңа түсіндіріп айтқандай, енді пайдалы қазбалардың өндіру саласы бойынша 3 әдісті түсіндірдік. Енді осы 3 әдісінің сәйкесінше жауап беріп көрейік. Сендерге берілген дисктептер карьер өндіру тәсілдерін анықтайды, шахта өндіру тәсілдерін анықтайды, бұрғылау өндіру тәсілдерін анықтайды. Қанекей жауап беріп кетейік. Жақсы балалар, жауап берсек, онда жауабымызды тексеріп көрейік. Міне, өздерің жауап бергендей, карьер ол ашық немесе жер бетіне жақын жатқан пайдалы қазбаларды экскаватормен қазып алынады екен. Шахта деген жердің терең қойнауында жатқан көмірлерді бұрғылап құлатады екен. Бұрғылау деген сұйық немесе құймалжың пайдалы қазбаны жер қойнауын алу үшін арнайы құрылғылармен орнатады. Егер жауабымыз дұрыс болса, жасыл түс, қате болса, қызыл түс, жауап беруден қиналса, сары түске бояйық. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай кетейік. Бүгінгі сабақта пайдалы қазбаны не екенін білдіңдер. Пайдалы қазбаны қолдану саласын анықтадыңдар. Пайдалы қазбаны өндіру тәсілдерін сипаттауды меңгердіңдер. Егер сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс беріп кетейік. Бағдаршам әдісі бойынша, егер жасыл түс маған бәрін түсінікті болды, қызыл түс ештеңе түсінбедім, сары түс маған әлі де түсініксіздеу. Жақсы балалар, еге онда тапсырма алып алайық. Өз еліңде қандай пайдалы қазбаны барын анықта. Сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңыздар.